Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен красный бархат бисквитін дайындайтын боламыз. Алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын екіге бөліп аламыз. Ыдыс құрғақ және таза болуы қажет. Толық рецепті описание бөліміне жазып өтемін. Видеоны толық қарап, міндетті түрде осы бисквитті жасап көріңіздер. Өте дәмді торт болып шығады. Жұмыртқаны екіге бөліп жатқан кезде абай болыңыздар, сарысы ақуызына түсіп кетпеуі қажет. Осылайша 200 грамм ақуызымызды бөліп алған соң, миксермен 3-4 минуттай миксерлейтін боламыз. Осылайша 2 есе ұлғайып, аппақ болып көпіршіген соң, қантымызды қосып, тағы да 3 минуттай миксерлейміз. Міне біздің креміміз осылайша дәл крем тәрізді, төңкеше түспейтіндей болып дайын болды. Енді жұмыртқамыздың сарысын қосып, тағы да 2 минуттай миксерлеп жібереміз. Және де бізде красный бархат болғандықтан қызыл бояғышымызды салып, 3 граммдай жақсылап бірге миксерлейтін боламыз. Міне біздің массамыз осылайша дайын болды. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызға қамыр қопсытқышын салып, жақсылап араластырып аламыз. Массамызға біртіндеп салып, лопатканың көмегімен араластыратын боламыз. Міне осылайша біздің қамырымыз дайын. Формамыздың астына фольганы төсеп, бисквитті
қамырын салатын боламыз. Алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып алып, сосын төмендетіп 140 градусқа ауыстырамыз. Сосын барып бисквитімізді салып, 45 минуттай пісіретін боламыз. Бисквит пісіп жатқан кезде печканың бетін ашпаймыз. 2 есе ұлғайып пісетін болады. Міне біздің бисквитіміз пісіп шықты. Дәл осылай формадан ажыратып, төңкеріп, сеткаға суытып аламыз. Міне біздің бисквитіміз дайын. Қалаған креміңізді жасап, өте дәмді торт шығаруға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сеніммен айта аламын. Дәл осы күйінде суытып алған соң, пищевая пленкаға салып орап, 1 апта, яғни 4-5 күнге дейін сақтауға болады холодильникте. Болмаса морозильникте 1 айға дейін сақтасаңыздар болады. Сіздерге менің видеом ұнаса, маған лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп, колокольчик басып қойыңыздар. Баршаңызға рахмет. Сіздермен болған мен Дана Кенжебек.